Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өзімнің көптен бері іздеп жүрген булочкамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецепт пісіргеннен бірден ұнады. Осындай видеода көрсетілгендей өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Булочкамыз үшін алдымен жылы сүтке аштығымызды, яғни дрожжды салып, және де қант салып, үстіне ұннан аз ғана саламыз да бірінші көпіртіп апарасын дайындап аламыз, яғни толық көпіріп көтерілгенге дейін бетін жауып қалдырамыз. Біздің аштықылы қамырымыз осылай көтеріліп дайын болған кезде үстіне жұмыртқаны және де бір жұмыртқаның ағын саламыз, яғни белокты жақсылап барлығын басын біріктіріп араластырып аламыз. Және де осы массаның үстіне ванилин немесе ванильный сахар қоссаңыз болады. Мен 1 шай қасық ванилин қостым және де жарты шай қасық тұз қостым. Жақсылап араластырғаннан кейін осы массамыздың үстіне ұнымызды салып жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп басын біріктіріп алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майды осылай ортасына енгізіп, яғни қолымызбен осылай езіп, илеп, сары майды толықтай қамырға біріктіреміз. Бұл сары май басында салған кезде осылай кішкене наныңыз езілгендей болып көрінеді, бірақ осылай илей бергеннің арқасында соңында басы бірігіп жақсы қамыр шығады. Және де осылай илеп болғаннан кейін қамырымызды көтерілгенше 40-50 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Біздің қамырымыз жақсылап көтерілгеннен кейін осылай ыдысымыздан босатып алып, өзімізге қажетінше бөліктерге бөлеміз. Мен бұл жерде әр дөңгелек бөлікті, яғни әр булочкамызды 80-82 граммнан бөліп шықтым. Егер кішілеу булочка болғанын қаласаңыз, 60 граммнан бөлсеңіз болады. Қамырымызды бөліктерге бөліп дайындап алғаннан кейін осылай дөңгелек күлше етіп, дөңгелектеймізді бетін орамалмен жауып кішкене қалдырамыз. Және шетінен демалған қамырымызды осылай өзімізге қажетінше, өзіңізге ұнайтын формаға келтіресіз. Мен видеода көрсетілгендей осындай форма жасадым. Өзіңіз қалауыңызша жасасаңыз болады. Булочкаларға қалауыңыз бойынша салмасын қосып жасасаңыз болады. Яғни қайнатылған, қоюлатылған сүт немесе варенье, немесе джем, өзіңізге қалауыңызша начинка, яғни салма жасасаңыз болады. Булочкаларымыздың формасын толығымен жасап болғаннан кейін міндетті түрде бетін осындай орамалмен жауып, яғни матамен, міндетті түрде 15-20 минутқа немесе жарты сағатқа қойсаңыз болады. Егер асықпасаңыз жарты сағат қойсаңыз да, яғни біздің мына жасаған булочкаларымыз толығымен көтерілу керек. Егер сіз көтермей осылай жасайса пешке салатын болсаңыз, булочкаларыңыз тапталып қалады. Осылай жауып, сосын барып пешке салып пісіреміз. Мен 200 градуста пісіріп алдым, 15-20 минутта пісіп шықты. Пісу барысы енді өзіңіздің пешіңізге байланысты болады. Пешке салмас бұрын көтерілгеннен кейін булочкаларымыздың бетіне мен бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып осылай жағып шықтым. Оның үстіне мак немесе күнжіт сепсеңіз болады, немесе арахисовый миндальный слайс сепсеңіз болады. Осылай дайын болған булочкаларымызды қызып тұрған пешімізге жібереміз. Біздің булочкаларымыз осымен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шықты, және іші толығымен піскен, және де дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, жасасаңыздар, видео отчет жіберуді ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналымда көптеген рецепттер бар. Рецепттерді жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін, менің каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.